Сәлем, құрметті көрермендер, Ас-Сәлем арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоблогымызда алма қосылған пирог әзірлейміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Пирогымызға қажетті заттар: ең алдымен 4 жұмыртқа, 150 грамм қантымыз және 200 грамм бөлме температурасында сары май, 600-700 грамм ұн қажет болады. Және 1 килограммдай алма аламыз. Креміне 400 грамм қаймағымыз және 150 грамм қант қосамыз. Біз 4 тал жұмыртқамызды жарып алдық, оған 150 грамм қантымызды қостық. Енді жақсылап араластырып аламыз. Және мен ұн қопсытқышымызды қосамыз, айтуды ұмытып кетіптім. Қантымыз бен жұмыртқамызды араластырып алдық. Енді сары майымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Сары майымызды араластырып алдық. Енді ұнымыз бен ұн қопсытқышымызды қосып, жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Қамыр қопсытқышымыз 10 грамм. Бастапқыда қасықпен араластырамыз, одан кейін қолымызбен илейміз. Қамырымызды илеп болдық, сондай жұмсақ қамыр шығады. Бетін жауып, бұлай алып қоямыз. Біз алмамызды аршып тазалап алдық. Енді жұқалап, турап дайындап аламыз. Біз алмамызды турап дайындап алдық. Және қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Және формамызды сармаймен майлап қойдық, немесе пергамент қағазын төсесеңіздер болады. Енді біз қамырымызды осы формамыздың көлеміне шақтап жайып аламыз. Қамырымызды формамызға орналастырып алдық. Қалған екінші бөлігін 8 бөлікке бөліп аламыз. Осындай сопақша етіп дайындап аламыз. Және мына қамырымыздың үстіне алмаларымызды орналастырып шығамыз. Пирогымызды дайындап алдық. Енді алдын ала 180 градус духовкамызға 35 минутқа пісіріп аламыз. Пирогымыз піскенше біз кремін дайындап аламыз. Оған 400 грамм қаймағымызға 150 грамм қантымызды араластырып дайындап қоямыз. Қантымызды салып алдық. Жақсылап араластырып ертіп аламыз. Пирогымыз дайын, пісті. Енді осы ыстық күйінде кремімізді құйып шығамыз үстіне.
Мінекей кремімізді құйып болдық. Енді пирогымызды әбден суытамыз. Мына крем сіңген кезде жақсылап суығаннан кейін кесіп көрсетеміз сіздерге. Біздің пирогымыз дайын болды. Әбден суыттық. Енді кесіп көрейік.